ата бейіштің дарвазасы туғандар. Ата мындай сыртқа көп төгіле бербейді. Ата мында байқайсың, төгіле беріп, атаңмен мында сөзін сөйлесіп болсын көрдечі. Бірақ атаң жүрегінен сені жақсы көреді. Атаңчы сен мындай таптаңда басқанда, 2 жашқа шыққанда мойдып, таптаңда басқанда мойдып алып тұрып, сені қарап тұрып, жаман сүйінгенде сен білмейсің де, сен 2 болушыңа қарап тұрып, şu мен балам депчі. Жоңойғанда жардам береді маған деп. Сүйініп мойдып, жүрегі көкірегіме шығып кете тұрғанда сүйінген. Тамтамдап, мен балам бірінші жолы басатат деп сүйінгенде, мына ата ошондай болады. Атаңчы атаң қандай болады айтайын ба? Атаң сен кийсин деп школға жақсы сумка асынып барсын депчи. Атаң тажакта сүт тартқанға даярда. Атаң сені жақсы тамақ жесін депчи. Бут кийимиң элдерге окшошсун депчи. Бирөөнүн эшинен кары көрөгөнгө даярда. Атаңчы сени элдерден кем калбасын деп телефон алып бериш үчүнчү бирөөнүн үйүнө барып бок чыгарганга даярда. Мына ата ошондой болот. Атачы кандай болот билесиңерби? Атачы баардык жүктөрдүн, проблеманын баарын көтөрүп, балдарыбыз жеңилчиликте, үйдө, жулууда жана көмүрдүн баары күгө жагылып жулуу эл жебегенди жесин деп атаң Россияда курбанчылык кылып, Россияда өзү жебей, аяп өзүнүн ушуну сатып алгандан көрө Кыргызстанга салайынчы, Европада жүрүп ушуну кийгенден көрө Кыргызстанга салайынчы, балам жакшы жашасынчы деген мына ата ушундай болот.